Қазақстан Ақтөбе телеарнасының Қазақ хандығының 550 жылдығына орай ашқан жаңа тележобасы тарихи танымдық Атажұрт телеэкспедициясы Әйтеке би ауданында сапарын жалғастыруда. Әйтеке би ауданы Ақтөбе облысының солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан. Аудан атауы Қазақстан Республикасы президентінің 1997 жылғы 17 маусымдағы жарлығымен кіші жүздің әйгілі биі Әйтеке би Байбекұлының құрметіне Әйтеке би ауданы болып өзгертілді. Жер көлемі 36,13 мың километр. Аудан орталығы Комсомол ауылы. Халқы 26 мың. Біз бүгін Әйтеке би ауданына, аудан орталығына түнеп шықтық. Қазір міне таң атып келе жатыр. Таңның атысымен Қараштау және Жабасақ бағытында өз жолымызды жалғастырамыз. Аудан орталығынан алыс орналасқан Қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары бекініс құрған Қарашатауға көп уақыттан бері көлік ізі түспеген ескі жолдармен келдік. Бас серіктестігіміз Көл Авто Рено автоорталығы. 135 аттың күші бар, 4x4 жүйесімен жабдықталған Дастер автокөлігімен қамтамасыз еткенін айта кетуіміз керек. Әйтеке бидегі сапарымызбен осы аймақта солай ерте заманда хан орда салам деп арнайы төбеге сол кезде тастарды әкелген дейді. Бұл жөнінде біздің Бекарсан ағамыз жан-жақты айтып береді. Ал осы сапарымызда бүгін нұр жауып жаңбырлы болып тұр. Қазір енді осы даладағы, жазық даладағы бұлақтың басынан су аламыз жолға. Бұл айналада жақын аймақта өзен, көл жоқ. Осы бұлақтан аққан су төмен қарай осы жерді жолаушыға шөлдеген кезде су береді. Жазық далада өзіңіз көріңіздер. Шөп белден келеді. Осы аймақта бабаларымыз ерте заманнан бері көшіп қонып жүрген. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің Ресей патшалығына қатты үрей тудырған қақтығыстары Торғай, Ырғыз өңірінде болғаны тарихтан белгілі. Сол қанды оқиғалар кезінен қалған атаулар бұрын айтылмай келді. Бірақ бұл тарихи атаулар тұрғылықты халық есінде сақталған. Тіпті мұнда сол жерлерді көрсетер кісілер әлі де бар. Біз жас кезімізде осы жерде үлкен қорған болды. Мына жердің бәрінде үлкен тас қорған. Ол кейіннен 54 жылы Жабасақтан МДС ашылып, онан совхоз болып, 57 жылы соңған осы тастарын тарқатып алып кетті. Сонда әрі фундаментке МТМ ғимаратын, әрі электростанция ғимаратын салды. Әлі тұр ол. Тастан? Осы тастан. Осы тастан мұна жан-жағындағы тастардан аттырып бәрінен алды. Соны бұл жер болып қалды. Бұның мұнияғында енді үлкен жаңағы ой апан бар, жаңағы аттарын тығып қоятын. Үлкен. Ол мына жерде, мынау атарда мінеке. Кенесары заманындағы әскердің аты тығылатын жер. Мінетін аттарын тығып қоятын жер. Ол қарауыл қарайтын адам шығып. Мына жер жаңа өздеріңіз көрген тегістік жерде олардың тұрақты мекендері болған өздерінің отырған. Сонда осымен мұнаяғын бәрі ашық, тегіс. Сол Кенесарын қан көтерген кезде осы ат жабыс бостай қарай болған дейді. Жарыс. Ақсақалдардың айтуы. Иә. Өйткені осыдан жаңағы Сарат дейтін жер бар. Соның бер жағында мына егістігі тұрған жер. Соған дейінгі 45 шақырымдай жер. Соған жіберген атты. Енді тарихи деректер бойынша Ербол 1998 жылы Қазақстандағы этномәдени мұраларды кешенді жинау экспедициясы кезінде Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының этнография бөлімін басқарған Серік Ажғалиев келіп, осы жерде мынау Қоңғыдықта тұратын 90-ға жақындаған Тауық дейтін ақсақалды ертіп келді. Сонда ол кісі көнекөз қарттардың айтуынша осы жерде Кенесары ханның орда бекініс салуға қам жасағандығын, соның орнының жатқандығын айтқан еді. Мұнан соң ырғыздық белгілі өлкетанушы Қуаныш Ахметов Омбы қаласынан Кенесарының бекінісі Қарашатаудың биік төбесінде салынған дейтін архивтік дерек тапты. Қазір осы ғылыми айналымға еніп жатыр. Атажұрттың бір бөлігі осы мынау Қарашатаудың биігінде кешегі патша үкіметтің отарлау саясатына қарсы жан алып жан беріскен 10 жыл бойы аттан түспей соғысқан Кенесары ханның бекінісінің орны болды дейтін дерек жылдан жылға күннен айқындалып келеді.
Жабасақ ауылына келдік. Осы жерде екі бірдей мешіттің орны бар дейді. Қазір біз қандай мекенде және қандай мешіттің басына келіп отырмыз? Бұл Жабасақ ауылдық округі Тіленшіұлы Жабасақ дейтін кісі, бабасы Тіленші сырдың бойында қалған, өзі осы жерге келіп ұрпағымен қоныстанған. Осы ауылда қалың жұрт ел болып, сол елге мешіт салып, имамдық жасаған Қаратамыр Төлеген Ишан деген кісі осы маңайда мешіт салғанда өзі сол 19 ғасырдың аяқ кезінде Меккеге қажылыққа барып, сол жақта бақилық дүниеге озған деген аңыз бар. Мына сол мешіттің орны кейіннен бұл жерлерге бейіттер түскен. 1998 жылы этномәдени мұраларды жинау кезінде осы жерде болып, мешіттің орнын өлшеп, ғылыми айналымға енгізілді. Мынау ауылдың күншығыс бетінде сол Кенесарының әскеріне жылқы бермеймін деп қарсылық көрсеткен жергілікті Қойлыбайдың тобын Кенесарының қолымен қақтығысқа ұшырап осы жерде қырғын соғыс болған. Қазір сол Қойлыбайдың қырғыны деп аталады. Осы Жабасақ ауылдың мына нұра жақ бетінде жатыр. Осы мына Жабасақ елді мекенінде өзіңіз айтқандай Жүргенов ағамыздың бабамыздың салдырған мектебі бар дедіңіз. Соны орнын көрсетсеңіз. Бұл орта мектеп болған дейді. Әуелінде бастауыш болған болу керек. 36 жылы салынып, 37 жылдан бастап сол халық жауының нұсқауымен салынып деген желеуменен осы жердегі колхоздың қоймасына айналдырылған. Кейінгі жылдары қайтадан мектеп болған. Енді қазір қалдығы тұр осы қалпында. Сонау ескі архитектуралық құрылыс пайдаланған ғой сол замандағы. 20 ғасырдың 30 жылдары халық ағарту комиссары болып қызмет атқарған Темірбек Жүргеновтың жарлығымен 1933-1937 жылдары Қазақстанда 4000-нан астам мектеп салынған. Сол мектептердің бірі Жабасақ ауылында көне тарихи ескерткіш ретінде сақталған. Мы находимся в поселке под названием Толыбай. Автомобилей у нас 2. Второй Дастер мы тоже уже заправили. Біздер Толыбай ауылына келіп жеттік. Ұлы дала жолдарында автокөліктеріміз жанар-жағармайды артықтау жақ жіберді. Сондықтан қосалқы бензинді құюға тура келіп тұр. Көліктерімізге сенеміз. Жазық далада емін-еркін жүре алады. Қазіргі таңда 2000 километрден астам жол жүріп өттік. Осы ауылда шамалы тынығып алып, одан әрі сапарымыз жалғастырамыз. Ұзақ жолдан соң Толыбай ауылына аялдап, көлігімізді техникалық жағынан тексеріп, жолға шықтық. Бағытымыз кіші жүздің даңқты ханы, қолбасшы Әбілқайыр хан жерленген киелі мекен хан моласына жету. Біз Әбілқайыр хан жерленген хан моласы кешеніне 28 шақырым жердегі Ұзақ тамының қасында тұрмыз. Ұзақ тамы шамамен 19 ғасырдың бас кезінде салынған деп есептеледі. Қай ру тайпадан екені белгісіз. Жалпы мынау келе жатқан жолымыз Орыскүден Жаманқаладан бұрынғы Хиуа Бұқараға өтетін ұлы керуен жолының бойында тұрған мавзолей. Бұдан 2,5 мың жыл бұрынғы Сақ Сармат дәуірінің археологиялық биік қорғанының үстінде тұр. Мынау сол қол жағымызда осындай қорғанның бірнешеуі жатыр. Көне ел аузындағы аңыздарда осы алқапта Жағалбайлының лирі эпостық жырға айналған Төлеген мен Қыз жібек жыры. Сол жырдағы Төлегеннің үнсіз сансызбай ағасының кегін аламын деп қалмақтың батыры Қорен қалмақтың әскерімен соғысады. Осы жерде Қорен қопасы деген жер бар. Біздің әкелерімізге бала кезінде аталары мен әжелері айтқан аңыздарда осы Қорен қопасына дейінгі аумақта талай сынған қалқанның болмаса найзаның ұштары, садақтың қалдықтары көптеп табылған. Енді нақты ондай заттай дерек қолымызда жоқ, бірақ осы жерде сол Қорен хан менен Сансызбай соғысып,
қазақ әскерін бастаған сансызбай жеңіске жетіп, қыз жібекке үйленеді жырдың көне нұсқасында. Ары қарай сапарымызды жалғастырып, бүгін хан боласынан ары қарай Хиуа, Бұхараға қарай шығатын байырғы арба жолдың бойыменен Ырғыз ауданына қарай өтеміз. Тарихтан сабақ алар болсақ, Әбілқайыр хан тарихы бүгінгі егемен еліміздің тар жол тайғақ кешу кезеңінде жүріп өткен жолы. Одан сабақ алу бар өмірін қазақ жауларын тұмшалауға арнаған. Ат үстінен түспеген Әбілқайырдың ұлан байтақ халқымыз бен территориямыздың тұтастығын сақтаудағы рөлін мойындау, ұрпаққа үлгі ету, ұлықтау маңызды. Соң 2001 жылы Әбілқайыр хан қорының қаржыландыруымен осы бейітте 20 шақты студентпен бір айдай жатып, 942 бейітті нөмірлеп, әрқайсысын тақтайша қойып, ненің бас жобасын сызып шықты. Осы зерттеулердің нәтижесінде қазып алынған 3 сүйектің сарапқа салынды. Нәтижесінде 1000-ға жуық бейіттен 92-ші нөмірлі қазір мынау мавзолей салынып жатқан жердегі сүйек Әбілқайыр ханның сүйегі деп табылып, 99,37% нақтыланып қайтадан жерленді. Биыл облыс әкімшілігі Әбілқайыр ханның бейіті орналасқан жерге биіктігі 12 метрлік, сыртқы диаметрі 9 метрлік мавзолейді және мынау 25 метрлік 300-дің бірлігін сипаттайтын Бек Ыбыраевтың жобасымен жасалған алып монументті тұрғызып жатыр. Осы кешен Толыбай ауылындағы Әбілқайыр ханның музейінің бір бөлігі есебінде жалпы әзірге ішкі туризмге, болашақта сыртқы халықаралық туризмге айналса дейтін үмітіміз бар. Мынау енді сол хан баласы деп аталатын әйгілі қорымның 1000-нан аса адам жерленген қорымның ортасында келе жатырмыз. Бұл жерде бүгінгі таңда 40-тан аса ғана құлпытас сақталған. Сол 40-тан аса құлпытастың ең үлкен көлемдісі мынау егізтас. Мұнда арабша жазылған жазуда бұл көктас Самарқаннан әкелінді деп жазылған. Және дөңгелек шөміштің сабы бар. Ұру таңбасы салынған. Серік Ажығалиевтің аудармасы бойынша құлпытастағы жазуларды. Бұл орта жүз арғын тайпасының өкілі және арғындардың таңбасы. Әйтеке би ауданда тарихи құндылығын жоғалтпаған, осы күнге дейін киелі саналатын жерлері жөнінде көптеген мәліметтер алдық. Біз барған тарихи мекендердің аралары алыс емес. Сондай-ақ жер атауларының бәрі де тарихи тұлғалардың есімдерімен немесе тарихи оқиғаларға байланысты аталған екен. Ата-бабадан кейінгі ұрпаққа жалғасып сақталып келе жатқан тарихи жер-су атауларының өңір тіршілігінде алатын орны ерекше. Сол тарихи мәдени ескерткіштер, қасиетті орындар туралы жүйелі түрде зерттеулер жүргізіп, тарихи құндылығын кейінгі ұрпаққа жеткізу парызымыз.